Сибилай ата-анасы туралы шындықты білген соң Нұққа хабарласып шақырып алады да, Хикмет менің анам емес екен, мен саған емес, ана адамдардың айтқанына сеніп, сенен сырт айналғаным үшін кешірім сұраймын дейді. Нұқ, мен сені түсіндім, бұл жақтан басқа жаққа кетеміз, ол жақта сен үнемі күліп жүретін боласың дейді. Солай Нұқ пен Сибилай бірге Анкараға қашып кететін болып жолға шығып кетеді. Хикмет Сибилайдың барлық заттарын алып қашып кеткенін біліп қойып, Сәметтерге жеткізеді. Жихан, Сибилай менің заңды әйелім, оның қайдағы бір көлік жүргізушімен қашып кеткенін естіген ел не деп ойлайды? Әке, сен біздің шансаландар екенімізді ұмытып кеткен сияқтысың ғой. Мен қалай да болса Сибилайды тауып алып келемін. Оның қашып кеткенін ешкімге айтпаңдар деп шығып кетеді. Жихан Сибилайдың бірдеңе бүлдіретінін біліп, алдын ала барлық көліктерге навигатор қойып қойған екен. Солай қаруланған адамдарын жинап, Нұқ пен Сибилайдың артынан шығып, қуып жетеді де, Сибилай, көлігіме отыр, үйге қайтамыз дейді. Нұқ, ол ешқайда бармайды дейді. Сол кезде Жихан қаруын алып шығып, Сибилай, отыр көлікке деймін дейді. Ол ешқайда бармайды дедім ғой деп, Нұқ та қаруын алып шығады. Сибилай екеуін қой деп орталарына түседі. Сол сәтті пайдаланып Жихан Сибилайдың қолынан ұстап тартып алады да күштеп көлігіне отырғызып алып кетеді. Ал Бүняминге Нұқтың жазасын беріңдер деп тапсырады. Бүнямин бірнеше жігітпен бірге Нұқты өлімші етіп сабап сол жерге тастап кетеді. Жихан мүлдем өзгеріп басқа адамға айналады. Сибилайдың телефонын тартып алады да бәрін жинап алып, бүгіннен бастап Сибилай бұл жекежайдан ешқайда шықпайтын болады. Ешқайсың Сибилайға көмектесуші болмаңдар, әйтпесе бұл жерден қуыласыңдар дейді. Ес-түссіз жатқан Нұқты кездейсоқ адамдар тауып алады. Нұқ сандырақтап таксинің атын атай бастайды. Содан тауып алған адамдар таксинге хабарласып, Нұқты таксинге жеткізеді. Таксин Меликке, мен Нұқты Қайсериге жұмыс бойынша жібердім. Телефонын ұмытып кетіпті. Сен уайымдамасын деп ескертіп жатырмын дейді де, өзі дәрігер шақыртып Нұқты емдей бастайды. Мелик осы уақытта баласын алдыртып тастау үшін дәрігерге келеді. Соңғы сәтте өзінің анасыз өскені, Сумуру екеуінің арасындағы қарым-қатынастарын ойлап, баланы алдыртып тастау деген ойыннан бас тартады. Сәмет Сумурудың кілем дүкенінде сатушы болып жұмыс істеп жүргенін естіп, дүкенге келіп, мен сені тентіретемін әлі, сені Каппадокияда ешқай жерде жұмысқа алмайтын болады, деп қысым көрсете бастайды. Сумуру, базарда сауда сатсам да, қайыр сұрасам да өз күнімді өзім көретін боламын, бірақ саған ешқашан қайтып оралмаймын. Менің қателігім сен сияқты алаяққа тұрмысқа шыққаным. Мен балаларымды алып кетемін, өз өмірімді жаңадан бастаймын, әлі көретін боласыңдар дейді. Сәмет жандарына келген дүкен иесіне, мына әйелді дереу жұмыстан шығарасың дейді. Дүкен иесі, жоқ, бұл менің дүкенім, бұл жерде мен басшымын, сондықтан Сумуру ханымды жұмыстан шығармаймын дейді. Сәмет өзінің Каппадокияда қандай билікке ие екенін айтып, қорқытып үркіте бастайды. Бірақ дүкен иесі өз ойынан қайтпайтынын айтып, Сумуруды жұмыстан шығарудан бас тартады. Содан Сәмет амалсыз ниһаятқа келіп, мен сізге әділетсіздік жасадым, сізден кешірім сұраймын. Ашудан не істегенімді білмей қалыппын, жүріңіз жекежайға қайтайық дейді. Ниһаят қуанып кетіп келіседі, бірақ Сумуру ше дейді. Сәмет, Сумуру біраз уақыт осында бола тұрады, оған сабақ болсын, кейін сабасына келген соң қайтар жекежайға дейді. Сибилай үй қызметшісі Эсмаға Меликке хабарласып, Нұқтың жағдайын біліп берші деп өтініш жасайды. Эсма Меликке, Нұқ қалай, Сибилай уайымдап жатыр дейді. Мелик, Сибилайға Нұқ не үшін керек болып қалыпты дейді. Эсма, Сибилай мен Нұқ қашып кетпекші болғанын білген Жихан Нұқты сабап тастап, Сибилайды үйге қамап қойды дейді. Мелик таксин өзіне өтірік айтқанын біліп ағасына апаруын сұрайды. Нұқтың жағдайын көрген Мелик, олар бұл үшін жауап береді, сазайын мен беремін деп Жиханға келеді. Сен менің ағамды сабатқызыпсың ғой, сол үшін жауап бересің деп қаруын алып шығады. Жихан да қоймай, батылың жете ме, ал ат дейді. Сол жерде Мелик тапаншасын оқтап Жиханға 3 рет оқ атады. Жихан сұлап түседі. Мелик істеген ісінен қорқып кетіп, сол жерден қашып кетіп қалады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет, қолдау білдіріп, лайк басып, каналыма тіркеліңіздер. Алдағы уақытта жүректегі мұз телесериалының жалғасын салатын боламын.
алдын ала рахмет.